Merhabalar. Балалар, бізде бүгін ерекше оқу әрекеті. Енді бүгінгі оқу әрекетін бастамас бұрын, қазір біз бір ойын ойнап алайық. Ойынның атауы бұл кім деп аталады. Ол ойынның шарты экранда берілген әр ұяшықтағы сұрақтарға жауап беру арқылы сол ұяшықтың артындағы суреттің не екенін біз табуымыз керек. Олай болса барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Бірінші ұяшықты таңдаймыз. Бірінші ұяшықтың сұрағы табиғат дегеніміз не? Айша жауап бере ғой. Табиғат дегеніміз не, Айша? Табиғат деген бізді қоршаған орта. Дұрыс айтасың, яғни бізді қоршаған орта, орман, таулар. Ұяшық. Екінші ұяшықтың суреті табиғат нешеге бөлінеді деген сұрақ. Шарттық айта. Табиғат екіге бөлінеді. Тамаша, табиғат екіге бөлінеді. Табиғат қандай табиғаттар болады? Өлі және тірі. Тірі табиғат. Жарайсың, тамаша. Сұрағы, өлі табиғат пен тірі табиғаттың айырмашылығы қандай? Тірі табиғатта. Тірі табиғат пен өлі табиғаттың айырмашылығы. Тірі табиғат не істейді? Тірі табиғат қоректенеді, көбейеді, өседі. Қоректенбейді, өспейді. Көбеймейді. Тамаша. Төртінші жұмбақ. Мұқият тыңдаймыз. Қиналмай тауларды, орманды, теңізді, дария, жондарды, ауылды, қаланы, халықты, ойлан, тап, көтерген алыпты. Болса, Жер ана. жер ана екен, тамаша. Ол жұмбақтың шешу жер. Көрдіңдер ма, бал? Көңіл күйі түсіп, ренжіп тұр, ол неліктен ренжіп тұр деп ойлайсыңдар? Нұржан, ол неге ренжіп тұр? Өйткені оның Жердің бетінің барлығын не істеген? ластап тастаған. Адамдар ластап тастаған, қоқыстарды тастап, жердің бетін ластап тастаған. Сондықтан жер бетіндегі өсімдіктер өсе алмай, құстар ұша алмай, жер анамыз қиналып тұр екен, Мен жер анамын, маған сендердің көмектерің қажет. Мені қоқыс қалдықтармен ластап тастадың. Мені қоқыстан тазартыңдаршы. Маған сендердің көмектерің қажет. Бұл кімнің дауысы? Жер анамыздың дауысы. Жер анамыз не деп жатыр? Мені қоқыс ластап тастады. Менің бетімді қоқыспен толтырып, ластады. Маған көмек керек дейді. Енді біз жер ана бізден көмек сұрапты, көмектесеміз ба? Олай болса, келесі біздің ойынымыз қоқыстарды сұрыпта деп аталады. Бұл ойынның шарты әрқайсымыздың алдымызда жер ананың суреті берілген және не жатыр? Қоқыстар. Енді біз бұл қоқыстардың барлығын бірден еқпай сұрыптап салуымыз керек. Шықпайды пластикке, темірді темірге және қағазды қағазға әрқайсысын бөлек-бөлек сұрыптап тазалауымыз керек. Өйткені бұл қоқыстардан да кейін завод фабрикаларда қайта өңдеп, бұдан басқа заттар шығарады. Сондықтан біз қоқыстарды жинағанда сұрыптап жинауымыз керек. Ал олар бізді жер анаға көмектесіп, алыңыздағы жер ананың бетінде қоқысты жинайық. Саламыз, келе ғой Айлин, шыныны шыныға, темірді темірге, пластикті пластикке саламыз, қағазды қағазға. Сала ғой, сал. Кәдімгідей тазалап жер анаға көмектесеміз, жердің бетін қоқыстан тазалаймыз. Шыныны шыныға, қағазды қағазға. Жәнібек сала ғой. Әрдеге болса беріп тұрамын. Экранға бәріміз назар аударайық. Қараңдар, жер анамыз қоқыстан тазарғасын көңілі көтеріліп, күлімдеп тұр, Біз табиғат анамызды, жер анамызды қоқыстан тазалап, жүрген жерімізді шашпай, бүлдірмей, ережені сақтап, тәртіпті болуымыз керек. Олар? Балдар, керемет, біз сабағымызды әрмен қарай жалғастырайық. Бізде келесі кезекте біз қоқыстың бәрін тазалап, жер ананың көңілін көтердік. Енді біз барлығымыз бірге осы таза ауада келесі ойынымызды ойнайық. Ол ойынның атауы бір сөзбен айтқанда деп аталады. Ойынның шарты, мен сендерге қазір сөздерді атаймын. Сол сөздердің мәніне мағынасын атауға болады. Соны кім біледі, қолыңды көтеріп жауап береді. Жақсы ма? Ал олар бірінші
қой, ешкі, сиыр, жылқы, бұзау, түйе. Бұл сөздерді бір сөзбен қалай атауымызға болады? Айтшы, Ақжігіт. Бір сөзбен қалай атауымыз? Жануарлар, немесе үй жануарлар, иә? Ал келесі сөздерді тыңдайық. Аю, түлкі, борсық, жолбарыс, арыстан. Бұл сөздерді бір сөзбен қалай атауға болады? Кім біледі? Айтшы, Ұлбиба. Жануарлар, бірақ қандай жануарлар бар? Қандай жануарлар аяқ? Жабайы жануарлар. Жабайы жануарлар дұрыс айтасың. Әнмен қарай тыңдаймыз. Алма, шие, өрік, апельсин, лимон, киви, банан, ананас, алмұрт. Бұларды бір сөзбен қалай атауға болады? Жәнібек айтшы. Жемістер деп айтамыз. Қасық, тәрелке, шәйнек, табақ, кастрюль. Бұларды бір сөзбен қалай атауға болады? Кім айтады екен? Бұларды қалай айтамыз? Айша, бір сөзбен Арифа қалай айтамыз бұл сөздерді? Бір сөзбен қалай атауға болады? Шаттық айтшы. Кеселер. Кеселер дейміз ба? Көмекті ойланамыз. Бұлардың барлығын бір ауыз Арифа, бір сөзбен қалай айтуға болады? Бір сөзбен. Ыдыстар деп айтамыз. Дұрыс айтасыңдар, тамаша. Енді әнмен қарай. Көйлек, жемпір, аяқ киім, бас киім, қолғап, жемпір, шалбар, носки, шалма, майка. Бұларды бір сөзбен қалай атауымызға болады екен? Әбілхан айтшы. Қыстық киімдер. Қыстық па? Тек қыстық па? Жалпы не деп айтамыз? Жалпы. Киім. Қалай айтамыз? Киім. Киімдер деп айтамыз. Қазір мына жерде біз ненің суреті мынау? Ағаштың суреті. Көктем мезгілінде барлық жеміс ағаштар гүлдейді. Біз қазір сол гүлдеп тұрған жеміс ағашын бейнелейміз. Ол үшін біз дәстүрден әдіспен бейнелеп, мынандай целлофанмен, оны гуашьқа батыру арқылы, былай батырып аламыз да, мына ағаш, жеміс ағашын бейнелеп шығамыз. Өстіп қазір, өстіп әдемілеп жеміс ағашы бейнелейміз. Содан кейін былай қойып қоямыз да, жасыл түсті щеткамен ағаштың несін саламыз? Жапырағын салып, біз өстіп көктем мезгіліндегі әдемі гүлдеп тұрған жеміс ағашын бейнелейміз. Қатысыма түсініп ме болды? Иә. Олай болса орындайық. Біреуіміз кисточкамен жұмыс істейміз, біреуіміз қағаз ұстап тұрамыз. Әдемі, мінекей. Қандай керемет. Сен мынаумен жапырақтап сал, иә? Тамаша. Бейбінұрып, сендер батырып, қазірге батырып, әдемілеп. Сен екеуің кезектесіп ештеңе болған маған береді, иә? Кәнекей балалар, ой керемет, жеміс ағаштары әдемі гүлдеп жатыр. Жеміс ағаштар қай мезгілде гүлдейді балалар? Көктем. Тамаша, иә? Ой керемет. Біздің балалардың жеміс ағашы әдемі гүлдеп тұр. Жылы қай мезгіл балалар? Күн жылып, жердің бетіне шөп шығып, ағаштарда бүршік атып, жеміс ағаштың бәрі әдемі гүлдеп жатыр, иә? Гүлдеп жоқ па? Ал, істейміз. Қарның бай, сұлыш. Түзеп қойды. Енді сабағын істе. Кім? Қубай да? Алып кеттіңдер ма? Кестірші сал. Мына жерге өтсен, краскіге өтсен, краскіге өтсен бұлай. Ал, сабағын сал. Керемет, міне біздің көктем мезгіліндегі әсем гүлдеріміз. Келесі ойынымыз гүл егу деп аталады. Енді біз шамалы тұрып орнымыздан денеміз ширатып алайық, иә? Біздің табиғатымыз әсем болу үшін біз не істеуіміз керек? Гүлдерді, ағаштарды егіп, өсімдіктерді егіп, біз жер шарын әсемдеп қайратуымыз керек, иә? Енді қазір біз осы әдемі гүлдерді егеміз. Келесі ойынымыз гүл егу деп аталады. Олай болса ойынымызды бастайық. Ал, кәне екі. Тамаша. Екінші қатар келе қойыңдар. Екінші партаны. Ой, керемет. Қараңдар балалар, қандай керемет. Демалыс, тиімсізсіз. Демалыс, тиімсізсіз. И оң бол, сол бол. Ілгері,
дағы біздің жер анамыздың бетін бұлт басып тұр екен. Біз қазір осы бұлттарды ыдыратып, жер бетінің табиғат анамыздың көңілін көтеру үшін мына бұлттардағы тапсырмаларды көріп, қандай сурет екенін әңгімелеп беруіміз керек. Ол үшін қазір жауап береді. Ал бірінші қатардан Аделина келе ғой. Аделинаның болсында қандай сөз айтады? Құстардың ұясын алуға болмайды. Бұзуға болмайды, және жұмыртқаларын Заруға болмайды. Тамаша. Келесі. Аяла кеш. Ал біздің Аяланың. Аяла сенде қандай сурет? Орманды өтуге болмайды. Орманды өртеуге болмайды, ағашты кесуге болмайды дейді. Тамаша. Ал біздің Диас. Бізге қандай ереже айтар екен? Жерімізді ластауға болмайды. Суға болмайды. Тамаша. Жүрген жерде қоқысты тастамай, табиғатты ластамай, ережені сақтап жүруіміз керек екен. Сенде қандай сурет? Балалар ағашты егуге болады. Ағашты біз көп егуіміз керек, сонда ауамыз қандай болады? Ауа жұта. Таза ауамен демаламыз, ауырмаймыз. Тамаша әкеледі. Не істейміз? Кесіп баратыр. Тамаша. Табиғат анамызды не істейміз? Қоқыстан тазалап жүруіміз керек. Тамаша. Отыра ғой. Олар қоқысты тазалавады. Яғни біз қоқысты не істеуіміз керек? Сұрыптап тазалауымыз керек. Тамаша ақжігіт. Жүрген жерімізде қоқысты шашпай тазалап жүруіміз керек. Және Нұрас келе ғой. Гүлге су құюға болады. Гүлдерге су құйып, біз ағашты баптап өсіруіміз керек. Мінекей балалар, біз бағанадан бері көптеген ойындар ойнап, біздің табиғатымызды қалай аялап, баптап, біз табиғатты қорғауымыз керек. Сол жөнінде біраз мағлұмат бердік. Енді балалардың қолындағы суреттерге назар аударайық. Біз табиғатта құстардың ұясын бұзбауымыз керек, құмырсқаның илеуін баспауымыз керек, өрмекшінің ұясын бұзбауымыз керек, табиғатты ластамауымыз керек, гүлдерді жұлмауымыз керек, орманда от жақпауымыз керек. Мінекей балалар, біз табиғатта жүргенде осы ережелерді қатаң сақтауымыз керек. Енді балалар, біз осы табиғат анамызға байланысты жаттаған тақпақтарымыз бар ма? Кім айтады? Айтшы хан, айта ол. Теңіз бен көлдерім, өзенім, айдыным, биік таударған жер, ол менің байлығым. Жайқалған тал ағаш, ғажап қой қарашы, табиғат ананың байлығын қорғашы. Тамаша, тағы кім айтқысы келеді? Ал Аделина, сенде де айта ғой. Нәп-нәзік гүлдерім, жап-жасыл айнала, кең байтақ бұл жер, ең оның бағала. Болсаң да жас үлкен, қоқысты тастама, табиғат анам байлығын аяла. Керемет, міне көрдіңдер ма балалар? Табиғат ананың байлығын аяла дейді, қоқысты тастама дейді, жер ананы аяла дейді. Ал енді балалар, бүгінгі оқу әрекетімізді аяқтап, біз барлығымыз 4 қатар табиғат анамызға арнаған тақпағымызды айтып жіберейік. Табиғат біздің анамыз, жер ана біздің панамыз. Таза болса табиғат, бізде аман боламыз. Керемет, бәрі жақсы. Бүгінгі оқу әрекетіне барлығында жақсы қатыстыңдар. Табиғат туралы көптеген мағлұмат алдыңдар. Көптеген әңгімелер айтылды. Міне бүгінгі іс әрекетте жақсы қатысқандарың үшін сендерге өте жақсы деген баға қоямын. Өте жақсы сабаққа жауап берген балаларға. Жақсы, өте жақсы деген баға.